Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандарым. Доктор Уэйн Дайер кітабынан өз өміріңді өзгертудің 101 жолы. Бірінші, әр нәрсенің көзге көрінбейтін санасы болатынын біліңіз. Сіз сол Құдай берген санамен байланыс жасай аласыз және рахат өмірді туғыза аласыз. Екінші, сізге өзіңіздің іс жүзінде кім екеніңізге, қоршаған табиғи ортамен салыстырғанда кімсіз және онда не бар екендігіне дер салу керек. Бұл сіздің қасиетті ізденісіңіз болмақ. Үшінші, біздің саналы өмірімізде кездейсоқтықтардың жоқтығына сенімді болыңыз. Сіздің өміріңізде кездесетін нәрселердің барлығы да бізді бірдеңеге үйрететінін сезініңіз. Өміріңізге қатысты жандар мен бар нәрсеге риза болыңыз. Төртінші, сізді қоршаған нәрселердің барлығынан және сұлулықтан қуат алыңыз. Мұны істей білсеңіз, онда бұл қуат күш-жігер көзі мен сіздің өміріңіздің мәніне айналады. Бесінші, жылы шырайлы, елгезек саналы болыңыз және Құдаймен жиі сөйлесіңіз. Мұның өзі сіздің адамдармен өзара қарым-қатынаста болсын, денсаулығыңызға, жеке басыңызға қатысты әр түрлі жағдайларға байланысты мәселелердің шешімін табуға алып келеді. Алтыншы, өзіңізді өз күнәларыңыз үшін кешіріңіз. Бұл қателіктерден қорытынды шығарып сабақ алыңыз. Өзіңізді кінәлай беруді қойыңыз. Өзіңізді жазалаудан азат етіңіз. Еркін болу үшін шешім қабылдаңыз. Жетінші, мына ескі қағиданы жазып қойыңыз да күнде оқып жүріңіз. Бақытты өзіңіз үшін іздесеңіз, ол сізден қаша береді. Оны өзгелер үшін іздесеңіз, бақыт сізді өзі іздеп табады. Сегізінші, өз ойларыңыздан барлық жауларыңызды қуып тастауға тырысыңыз. Сіздің басыңызда ұшып жүрген ойлар өзгелердің ойында да ұшып жүр. Сіз олармен өзіңіздің байланысыңызды сезінсеңіз, жек көруді былай қойғанда, олардың барлығымен күресуді де ойламайсыз. Тоғызыншы, мүмкін емес немесе шындыққа жанаспайды деген нәрсенің бәрін жойыңыз. Сөйтіп, өзіңізге Құдаймен келісім жасауға еркіндік беріңіз. Құдайшыл нәрселер мен Құдай қызметшілері жөніндегі барлық күмәндарыңызды тексеріп, күмәндарыңызды ашыңыз. Оныншы, өкпе, реніш дегендер ретсіздікке әкеп тірейді. Ал байланыстар бейбітшілікке, ынтымаққа әкеледі. Біреуге ренжісеңіз, қанша қиын болса да, ол жөнінде сол адамға айтудың жолын іздеңіз. 11. Бүгіннен бастап өзіңіздің материалдық ауыртпалығыңызды жеңілдетіңіз. Солай істесеңіз, қор жинақтауға, оны сақтандыруға, орналастыруға, тағы да басқа аз күш жұмсамайсыз. Жекеменшіктерге неғұрлым аз байлансаңыз, соғұрлым оны өзгелермен бөлісуге қабілетті боласыз және өміріңіз де соғұрлым тыныш болады. 12. Өзгелердің көңілінен шығу үшін жалғандыққа барғаннан гөрі өзіңізге риза болатындай еңбектеніңіз. Өзіңізге былай деңіз: менмін және қарым-қатынас барысында өзгелерді ренжітпейінше, бұл жақсы. 13. Сіз өзіңіздің асыра ойлайтыныңызды ұмытпаңыз. Өзіңіздің ішкі әлеміңізді өзіңізге қаратып та, қарсыда жұмыс істете білсеңіз, оны өз материалдық әлеміңізге көргіңіз келетін шат-шадыманның имиджін жасауға пайдаланыңыз. Ақырында сіздің бұндай ішкі рахатыңыз күнделікті өміріңіздегі шаттықтың бейнесі болып шығады. 14. Өзіңізді неғұрлым қанағаттандыратын тұжырымдамаларды таңдап алыңыз. Бұл ұсыныс сіздің табиғи артықшылықтарыңызды сақтауға көмектеседі. Көп болса жақсы болады деген қағиданы сеніміңізді неғұрлым көп болсын деген қағиданы қабылдамайтын ішкі жан тыныштығымен алмастырыңыз. 15. Табиғатқа бет бұрыңыз. Көп уақытыңызды орманда, тау-тоғайда өткізіңіз, немесе жағажайда жалаң аяқ қыдырыңыз. Табиғи сұлулықты бойыңызға сіңіруге уақыт бөле отырып, өзіңіз жинақтаған заттар мен қорлар өзіңізді таныту үшін қажет деген сенімнен азат боласыз. 16. Кінә іздеуге ұмтылуды қойыңыз. Сіз өз өміріңізді өзіңіз жасаушысыз және сізде сүю қасиеті бар екенін ұмытпаңыз. Сіздің сеніміңіз кінәліні іздеу әдетін жеңеді. 17. Рухани әлемнің жақыныңды өзіңдей жақсы көр деген ең маңызды нұсқауын ұстаныңыз. Мұны күн сайынғы нұсқау етіңіз. 18. Кең көлемде ойлаңыз. Көзқарастары әртүрлі сөйлейтін, әр дінді насихаттайтын адамдардың бәрі біздің бір бөлшегіміз. Біз қазір осындамыз, әрі бүгін біргеміз. Үлкен махаббат алдында ешкім артық емес. 19. Болашақ жайлы ойламаңыз, оны өз ағысымен ағуына мүмкіндік беріңіз. Оның орнына бүгінгі өмірден ләззат алуға өзіңізге өзіңіз уәде беріңіз. Нәтижесін ойлап мазасызданып тұрып, бастаған істі аяқтау қиын болады. Сіз сабырлы да ынтымақшыл болсаңыз, шабыттана аласыз, әрі нәтижелі боласыз. 20. Сіз өзгелерді оның қиындығына көмектесе алатын жалғыз сіз деген сезімнен арылуға үйретсеңіз, онда сіз тәртіп